Сәлеметсіздер ме, құрметті менің тыңдармандарым? Біз бүгін әлдеген эпосқа дейін кітабынан Ақбөкен неге киелі деген аңызды оқитын боламыз. Ақбөкен неге киелі? Адам ата жерге түскен соң барлық жан жануар ұлық Алланың орынбасарын көруге ынтық болыпты. Сол кезде ең алғаш адам атаны көрген Ақбөкен екен деседі. Ол Алланың халифасы жерге түсті дегенді естігенде қазақ даласынан Жидда тауына қарай желіп отырыпты. Ол кезде адам ата мен Хауа ана Жидда тауының етегінде үй салып, тіршілік кешіп жатыр екен. Ақбөкен ұзақ жол жүріп, шаршап шалдығып, адам атаның тұрағына жеткенде құлап түседі. Адам оны көтеріп алып, үйіне әкеледі де, оған інжірдің жапырағын беріп асырапты. Адам ата мейірленіп, оның тұмсығынан сипағанды жақсы көреді екен. Пайғамбардың қолы тигендіктен Ақбөкеннің тұмсығы өзге аңдардан ерекше сұлу болып бітіпті. Арқасынан сипағанда денесінен хош иіс шығыпты. Аяғынан сипағанда тұяғына қасиет бітіпті. Қуса жеткізбейтін жүйрік жануарға айналыпты. Тұяғы мың бір ауруға ем болыпты. Көзінен өпкенде жанарына көрік бітіп, сұлу жануарға айналып шыға келіпті. Мүйізінен ұстағанда оған да шипалық қасиет дарыпты. Пайғамбардың алақаны беліне тигенде, буаз кезінде іштегі елігінің жынысын қалауына қарай өзгерте алатын болыпты. Ақбөкеннің арнайы келісіне риза болған адам ата, жануарым, мен саған ризамын, бұйымтайың болса айт, мейірімді Алладан дұға етіп, бір мұқтаждығыңды өтейін дейді. Сонда Ақбөкен, төл дегенде құралайым шыбын-шіркейге жем болады, одан қалса қасқыр шабады, даланың шөбі төлдерге ауырлық етіп қоң жинай алмайды, осы қиындықтан құтқарсаң депті. Адам ата Аллаға Ақбөкеннің арызын жеткізіп қиындықтан құтқарыпты. Содан бастап Алланың әмірімен киіктер төлдейтін кезде бетпақ далада шыбын-шіркейді шығартпайтын суық болады екен. Мұны қазақта құралайдың салқыны деп атайды. Ұлық Алла ол уақытта қасқырдың киікке деген тәбетін тияды. Құралайлар көшкелескенше қасқырлар оларға жақындай алмайды. Жас киікке арнап даладан түйе табан деген шөп шығарады. Ол тек Ақбөкен төлдейтін кезде ғана көгеріп, көктеп, кішкене лақтарға азық болады екен. Ақбөкен ұлық Алланың халифасын көріп, қолынан жем жеп, мақсаты орындалған соң бетпақ далаға қайтпақшы болады. Сол кезде адам ата оған: Сахараға сән болып, құт пен кие мән қонып, өсіп өніп нәсілің бір құдайым жар болып, Аллам өзі қолдасын, бар бәледен қорғасын, саған зауал келтірген ешқашанда оңбасын, сайын дүзден тап мекен, басқа орнасын бақ бекем, қу медиен дүздерге, ырыс дарыт Ақбөкен деп батасын береді. Содан бастап киікке кие бітіп, қасиетті түз тағысы саналыпты деседі.